сегіз арыз алайын, ей ақиқатты жырлайтын Қалнияздан қап қойған Арғынбек деген ұлың бар. Ей айтпағым менің ағайын, ана тілімнің тағдыры, өзің айтшы ағайын, қазақ тілін қолдайтын жоғарыда кімің бар? Түсінбеймін мен осы орыс тілін неліктен, әлі күнге мақтаймыз, әлі күнге жақтаймыз. Бес күн тірлікте қазаққа жаны ашитын, қазақтан басқа ешкімді екі дүниеде таппаймыз. Олай болса ағалар, төрде тұрған түрелер, ей ағытпай сол ұрысты, шекараны шегендеп қақпаны неге жаппаймыз? Ей білмесең айтып берейін, біз қазақ деген ел болдық, бұл орыс деген кім еді? Береке қонған ел болдық, алтын орданың тұсында талайлармен тең болдық, қалмақты да қырғанбыз, жоңғарды да жойғанбыз, ержүрек батыр ер болдық, тоқтамыстай ханымды тоқтата алмайды ешкімде, орыстарға көр болдық, ей орыстарға көр болдық. Ғасырда бақының тұрмай басында, сол орыстарға бағынып, азаттығы жоқ ел болдық, азаттығымнан айырылып, қаймақтарымнан қағылып, ей арыстарым атылды, атылмағаны шатылды, ей тоз болып қаңғырып, әрбір елде қор болдық, әрбір елде қор болдық. Алихандарды аттырды, міржақтарды мерт қылды, мағжандарды жоқ қылды, өз жерінде қор болдық. Ал 31-дің қысында, Галашакиннің тұсында, қолдан жасап аштықты, ит пен құсқа жем болдық. 41-дің кезінде, бір соғыстың өзінде, миллиондаған қазақтан айырылдық та кем болдық. Айналайын ағалар, төрде тұрған төрелер, түсіндің бе ендеше, қазып жүр бізге ұрдығым, айтпағым менің сол бүгін, осының бәрін жасаған орыстан көрген қорлығым. Ей, олай болса ағалар, есіңді жинап ел болғын, елдің айттым мұңзарын, болса да осы соңғы үнім. Айт десеңдер ағайын, айтарым бар әлі де, ей көршімнен көрген азарым, айтпағым менің ендігі, 86-ның теңгірі, тәуелсіздігім тазамың, қонайыптай дарамды, ел басқарған ағамды, алып тастап бір күнде, қолбенге беріп тізгінді, көрсеткен еді-ау азабын, ей шаштан сүйреп қызыңды, мұзға теуіп ұлыңды, ей қаншама жас қыршындар, ерте көрді-ау ажалын, қайратпенен ер болдың, Сәбира мен Ләззаттың төбеш қылдық мазарын, сосын анау Семейде, абай туған көнейде, полигон жасап сынаққа, берекесін кетірді-ау, байтақ елдің базарын. Ей қаншама жас сәбилер, құрсақтан туып сал болып, көре алмай кетті-ау ажарын. Айналайын ағайын, осының бәрін жасаған орыстан көрген азабым. Олай болса ағалар, төрде тұрған төрелер, есіңді жинап ел болдың, айға қарап жүргенше айбалтаң болсын қазағым. Айналайын жақындар, Жаңаөзендегі батырлар, қиқулап тағып отырсаң, қол соғып тағып отырсаң, таңдайым менің тақымдар. Ей, осы жерде тұрғасын, ата жолын туғасын, сөйлеуге менің қақым бар, Арғынбек деген атым бар, қазақта деген затым бар, бұйырғанын көрерміз, атам десең атыңдар. Ей, жоғарда отқан төрелер, жаңа Қазақстанның төрелері төрдегі, сендерге айтар датым бар. Неліктен біз әлі күн бір адамды жақтаймыз, бір адамды мақтаймыз, бір адамды ақтаймыз. Ей, әділ болсақ шынымен 2011 қырғыны, Жаңаөзеннің шындығы, анықтап неге айтпаймыз, оғы бұйрық берген атуға қаншерді неге таппаймыз, айыбын неге тақпаймыз, түрмеге неге жаппаймыз. Ей, айналайын төгелер, айналайын ағайын, сосын анау белгілі әділдік деп жырлаған Елшібайып Ержанды қашан біздер мақтаймыз. Айналайын ағайын, айналайын төгелер, төрде тұрған төрелер, ащы шындық ашылмай, ашуымыз басылмай, бізде тыным таппаймыз. Сіздер тыныш жатқанмен біздер тыныш жатпаймыз.